Сәлем достар. Бүгінгі блогым маңызды және өте қызықты болмақ. Арнамнан алыстамаңыздар. Бүгін жүрегімізге алтын әріппен жазылатын ең ерекше күн. Бүгін біздің ұлымыз Думанымыздың алғаш рет құшағымызға алып үйге алып барамыз. Тағдырдың ерекше тартуыма дәл осы күні екеуміздің ұлымыздың туған күніміз бір күнде. Енді бұл күн отбасымыз үшін 3 есе қуанышқа толы десем де болады. Кішкентайымызды күтіп алған жақындарымыздың мейірімі мен қуанышы жүрегімді елжіретті. Ұлымыздың кіндік мамасы менің абысыным, ал кіндік әкесі қайнағам. Бұл да бір отбасы арасындағы ерекше байланыстың белгісі деп ойлаймын. Қайныларымның інілерім, достарым бәрі де арнайы келіп, қуанышымызды бірге бөлісті. Ал ең күтпеген сәт аю кейпіндегі қуыршақтармен келген тосын сый болды. Бізге арналған бұл ерекше тосын сый жүрегімізді тебірентпей қоймады. Бұл сәт өміріміздің ең бақытты беттері ретінде мәңгі жадымызда қалары сөзсіз. Ұлымыз, сен біздің өміріміздің шуағысың. Саған деген махаббатымыз өте шексіз. Қыз бала жаратылысында бір үйдің түтін түтетіп, сол елдің ұрпағын көбейтіп, салиқалы ұрпақты тәрбиелеп, өсіріп өндіру әрбір әйелдің бақыты деп ойлаймын. Осындай бақытты сәттер менің арнамда Мұрат, құтты болсын. Өмірі сақ болсын. Үлкен жігіт болсын. Сол айтты. Мұрат, құтты болсын, кішкентай болатсың, бауы берік болсын, ұрпағың жалғасы болсын тек. Үлкен азамат болып, атқа мінер. Тек ұрпағың жалғасы жүре берсін. Құтты болсын. Ал Мұрат, балам бауы берік болсын. Інілі болмады, өте қуаныштымын. Аллах тағала екі дүниенің қызығын көрсетсін. Балаңды ұлдан ұлға, қыздан қызға жете бер. Таудан биіктен көріне берсін. Бепен құтты болсын. Айнопа екі бақыт болыңдар. Баламыздың бауы берік болсын, үлкен азамат болсын, дені сау, салиқалы ұрпақтан болсын. Біздердің қуаныштарың болып, қуантып жүре берсін тек. Бақытты бала. Өзіңсің шырқара сен мәндәуенім, бақытым сенен өзге бар ма менің, аналық махаббатым шексіз саған, бөлшегі жүрегім